Сәлем достар, сіздермен бірге бәрі бар арнасы, сенім және күмән. Бұл туралы сіз қандай ойдасыз? Адамның сенімділігі артқан сайын, оны жүзеге асыруға деген қабілеті де соғұрлым артады. Яғни біз дұрыс ойлап, сол мақсатқа жетудегі сеніміміз және жұмысымызды тоқтатпауымыз қажет. Әр адам өз мақсатына жеткісі келеді. Өз армандаған мақсат армандары да бар. Бұл шындық. Армансыз адам жоқ шығар сірә. Армандаңыз, алға мақсат қойыңыз, және оған жетуге жол іздеп орындауға тырысыңыз. Еңбектеніңіз, жұмыс жасаңыз. Тек біздің ой санамыз бір нәрсенің кесірінен байланып, тоқтап қалмауы тиіс. Адамға кез келген ісе мүмкін емес деген нәрсе жоқ. Әрине, бәрі де мүмкін. Ашық ойлап, дұрыс шешім қабылдау қажет. Өзіңе деген сенімділікпен кез келген нәрсені орындауға болады. Сенімділік адамның негізгі мотивациясы. Сіз қазір бір нәрсені ойлап жатқан боларсыз. Бұл қалай болады? Мүмкін емес, болмайды ма деп. Немесе басқалай шығар. Ал бұл сенімділіктің өзімшілдікке ешқандай да қатысы жоқ. Өзімшілдік ол өзін басқалардан жоғары ұстап, басқаларды кемсіту. Сенімділік кез келген істің орындалуына және жалғасуына жетелейтін негізгі құрал. Ал адамда титтей де болсын күмән болатын болса, ол толық орындалмайды. Немесе жарты жолда қалуы әбден мүмкін. Ары тартсам арба сынар, бері тартсам өгіз өлер демекші. Яғни күмән деген нәрсе сенімділікті су сепкендей басып қояды. Ал оған қарсы негізгі құрал сенімділікті ұмытпаған жөн. Тек оған аз ғана болсын ақыл деген оқты салсаңыз жеткілікті. Сенімділікке кішкене болсын мысал келтіретін болсақ, сіз бір затты дәл тигіземін немесе орындай аламын десеңіз, және оған сеніміңіз 100% болса, әрине, оны сіз 2-3 істегенде істей аласыз. Ал оған сіздің күмәніңіз болатын болса, оны орындау екіталай. Орындауы мүмкін. Тек сәттілік сізге түскенде ғана. Яғни сөзді қорытындылай келе, сенімділікті жоғалтпайық. Кез келген істе сенімді қатар алып жүрейік. Сенімі мол адамдар жаман болмайды. Алла қаласа бәрі де болады. Ал сіздер біздің арнаны қолдап, лайкты басып, пікір жазған сайын біздің де сіздерге деген сенімділігіміз барынша арта түседі. Сондықтан да осы видеоның астына өз ойларыңызды, қолдауларыңызды жазып қойыңыздар. Арна жайлы тағы да айта кететін болсам, біздің арна осы бағыттар бойынша жұмыс жасайды. Дүние танымдық видеолар, әсерлі және тарихи болған оқиғалар, қызықты да көңілді видеолар, қорқынышты және де аңыз оқиғалар. Яғни біздің арнадан кез келген тақырыптағы видеоларды көре аласыздар. Және де әртүрлі жаңаша және қызықты, әсерлі шынайы видеолар түсіруге тырысамыз. Бұл түсіретін видеолары кең ауқымды арна. Атының өзі айтып тұрғандай, біздің әлем шексіз қызықтары мен дүниелеріне толы. Сондықтан біздің логотип шексіздік. Сіздер үшін бәрі бар арнасы. Тек шынайы видеоролик шығады, бәлкім арна көрерменге ұнады. Көрсетіп қолдау қазақ елім арнама подписация мен қоңыраушаны ұрады. Көре алмаған адамдарға айтарым, әлі талай асулар бар байтармын. Ал көрермен сіздер үшін бәрі бар, әсерлі шындық, қызық видео айтатын. Осымен бүгінгі қысқа видеомызды аяқтаймыз. Сенімдеріңізді жоғалтпаңыздар. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар.